сыбыс болған. Мен неге жасырамын, еркекпін ғой. Мен жерде мынандай тема болған. Неге? Өйткені Әсел білет, Айдана білет. Неге? Өйткені маған Айдана келіп сұраған. Сондай тема болды ма? Сен көтердің бе деп пе? Иә, көтердің ба деген сияқты намекпен. Сосын мен айттым, мынандай обстоятельства болды дедім да, мынандай жағдай болып қалып еді деймін да. Бірақ мен көтерген жоқпын дедім да. Мен айттым, сен мынаның маңдайына жетпейді екен дедім да. Нұқып, иә? Иә, ол бірінші рет болған. Екінші рет, иә. Екінші рет мен ол тағы да бір қателік жасаған кезде мен айтқам туған, саған не жетпейді екен ғой деген. Сіздікі рақа деген, сен деген сияқты. Оның өзі қол көтеруге жатпай ма? Мен айттым да, мынау болмайды екен ғой, типа қойсайшы деген сияқты. Жоқ, сен бұлай айтпағансың ғой, сен кәдімгідей қойсайшы деген сияқты. Ол жерде басқаша тонмен айтылған ғой. Енді бір сөз айтқанда көтересің, иә? Көп сөз жоқ. Ол жердегі сен біздің арамызда қандай обстоятельства болған көрген жоқсың. Ол жердегі сен көрсең, андағы асқазанның ішек қарынмен бірге ақтарылып кететін еді да, мысалшы. Жоқ, Айбат негізінде ештеңе білмеймін. Иә, білмейсің ғой, бірақ енді ол сіздерге поверхность айтып берген шығар, может быть. Жоқ, маған ештеңе айтқан жоқ, ештеңе білмеймін. Білесің, сен жақсы араласатын подружкаң ғой. Енді бұл жерде бізде видео жоқ. Екі адамның арасындағы әңгімені тек қана екі адам біледі, ал біреулердің айтқанымен екінші жақтікін бірден кінәлі етіп шығару дұрыс емес деп ойлаймын, иә? Бізде жарнамадан кейін Динара Айбатты таңдай ма? Әлде Нұрсұлтан араласа ма? Көреміз. Ондай сыбыс